Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшесі, Түркия этномәдени орталығында тіл және мәдениет бөлімінің басқарушысы Қазақбай Таштемірұлы. Бүгінде халық дипломатиясының күре тамырына айналған елбасымыздың тікелей басшылық ететін конституциялық орган Қазақстан Халқы Ассамблеясы бүгінгі күні қазақтың қасиетті жерінде ұлы даласында дәулетін жинап ұрпағын жайған 130-дан астам ұлт пенен ұлыстардың басын бірлікке топтастырып, бүгінгі өзара түсіністік пен құрмет сезімнің, жарастық пен келісімнің, ұлтаралық татулықтың тұрақтылығын одан әрі жарастыра нығайтуда Қазақстан Халқы Ассамблеясының жұмысын мен мақтанышпен айта аламын. Сол жылдары мемлекет басшысының жанында кеңесші орган ретінде құрылған бұл ұйым тәуелсіз мемлекетіміздің жаңа қоғамымызға дамуына лайықты үлес қосып келе жатқан үшін бұл ассамблеяның одан әрі қарай жұмысын жалғастыра беру керек екендігіне біздің көзіміз жетіп отыр. Қазақстан Халқы Ассамблеясының аясында әсіресе этномәдени орталықтардың этнос аралық достық пенен ынтымақтың жалғастырудағы қызметі ерекше. Әрбір ұлт пен ұлыс этнос өкілінің көңіл күйін, тынысын тамыршыдай дөп басып, қоғамның алға жылжуына, отанның өркениетті дамып, ықпал жасауына бұл азаматтық институттардың мемлекетіміздегі ең байлық құндылығымыз бейбітшілік пен ынтымақтастықтың жалауын желбірететін білім ордалары. Еліміздегі әрбір азаматымыздың түріне, түсіне, діліне, дініне қарамастан бостандығы мен еркіндігін беріп, және бұны аты бостандығы мен еркіндігін қамтамасыз етіп, және бұны ата заңымызда көрсетілуі бұл толеранттықтың құжаттамалық негізіне жатады. Қазақстан Халқы Ассамблеясының мысалы заң ісіне араласуы көп конфессиялық, көп ұлттылық қоғамда пайда болатын шиеленістерге дер кезінде септігін тигізіп, бұл мәселелерді оң ретінде шешеді ассамблея. Бүгінгі ассамблеяның Қазақстан Халқы Ассамблеясы мемлекетімізде достық пен ынтымақтың, келісімнің киелі бесігі, ынтымақтастық пен сыйластықты көрсетудегі бейбіт өміріміздің белгісі. Қазақстан Халқы Ассамблеясының аясында өмір сүріп келе жатқан барша Қазақстан халқы, мысалы, мемлекетімізде жаңамен айтып кеттім ғой, 130-дан астам ұлт пен ұлыстардың еліміздегі кез келген халықпен терезесінің тең, керегесінің кең екендігін көрсетіп отыр. Міне аса құрметті елбасымыздың ұлтаралық мәселелерді шешудегі көрегенділігі мен даналығы осы деп білеміз. Қазақстан Халқы Ассамблеясының негізгі мақсаты қоғамның белсенді саяси күші болуға қабілеттілігін көрсету, және ол көрсетіп те келе жатыр. Мемлекетімізде бүгінгі 820-дан астам этномәдени орталықтарында 75 мыңнан астам адам қызмет етіп келеді. 1050 қоғамдық келісім кеңесі жұмыс істейді. Ассамблея аясындағы осы жағдайларға байланысты іс-қимылдарды, ассамблеядағы атқарылып жатқан іс-қимылдарға байланысты 50-ден астам медиа форум жоспарлары жасалып, олар бүгін іске асырылып, абыройлы жеңістерге жеткізіп келеді. Ассамблея аясында аналар кеңесі жұмыс істейді. Осы жылдың өзінде 6 біз акция өткізіп,
28-ден астам кездесулер ұйымдастырып, 10 миллионнан астам теңгені қайырымдылық істеріне жұмсадық. Түркия этномәдени орталығын алатын болсақ, мысалы біздің этномәдени орталығымызда 300 мыңнан астам ақсқа түріктері бүгінде Қазақстан Республикасының азаматы деген атты ардақтата биік ұстап, қазақ халқының мәдени, рухани жағына жақындасып, достықпенен ынтымақта туған аға інідей болып, олардың қуаныштары мен күйініштерін бірге бөлісіп, мемлекетіміздің экономикасын дамытуда, мәдениетін гүлдендіруде және жас қазақ мемлекетінің біз тәуелсіздігін де нығайтуға басқа ұлт пен ұлыстармен бірге атсалысып келеміз. Бұл болашақта жалғасын табатынына біз кәміл сенеміз. Этномәдени орталығында әр жыл сайын біз қазақ тіл білгірлерінің олимпиадасын өткіземіз. Онда енді тек қана түрік жастары ғана қатыспайды. Мемлекетімізде мұршасы келген қаншама этнос өкілдері, 10, 15, 17 этнос өкілдеріне дейін сол этностардың балалары қатысады. Біз алғашқы жылдары өткізгенде 80-90 оқушыға дейін қатысып тұрған. Соңғы өткізген олимпиадада бұлардың саны 170-200-ге жетті. Әрине, бұнда біз жеңімпаздарды оларды қызықтыру үшін мемлекеттік тілді үйренуге дипломдар, ақшалық сыйлықтар және шетелдерге барып келетін біз жолдамалармен қамтамасыз етеміз. Міне мәдени орталығындағы атқарып жатқан осындай жұмыстар да бүгін жалғасын табуда. Мен осыдан бір 12 жыл бұрын осы ассамблея аясында мәдени орталығымыздың жанында өнер мектебін ашып, осы өнер мектебінде 12 жыл бойы тек қана, және де қайталап айтам, түрік халықтарының жастары ғана емес, төңірегіміздегі барлық этнос өкілдерінің жастары қатысып, 10 жыл ішінде 120-дан астам біз осы билеушілерді дайындап шығардық. Енді бұның ең бір негізгі маңызды жері осы күнделікті кешке таман 3-4 сағат жастардың басқа бір дөрекі нәрселермен айналыспауына, пайдалы нәрсемен айналысуының өзіне біз осындай бір мүмкіншіліктер жасап келдік мәдениет орталығында. Әрине, рухани жаңғыруды біздің мемлекетімізде биыл ғана басталды емес пе? Мен осы рухани жаңғыруды қазақ халқының ғасырлар қойнауынан келген рухани құндылықтарын ұрпақ сабақтастығының бойына сіңдіріп келе жатқаным 92 жылдан бастап, міне осы кітаптың ішінде алдыңғы 90 парағында осы рухани жаңғырудың жастар арасында қалай жеткізу керек, бойларына қалай дарыту керек екендігі жазылған. Бұл кітапты өткен жылы аса құрметті елбасымызбен 1 мамыр ынтымақ күнінде ол 32 этномәдени орталықтардың шатерларын аралап келе жатқанда біздің шатерға тоқтады. Мен кітаптарды алдына қойғам, осы алдына шығып, көрегенділігі мен даналығында шек жоқ. Аса құрметті елбасымыз, сіздің Қазақстан Халқы Ассамблеясының 7-ші сессиясында берген қолыңыздың жылуы, Қазақстан Халқы Ассамблеясының 7-ші сессиясында берген қолыңыздың жылуы бүгін осы кітапты шығаруға септігін тигізді дедім. Егер рұқсатыңыз болса, мұражайыңызға тапсырар едім деп. Деп қолына алып, құрметті елбасымыз бір 5-10 минуттай парақтап, әрине керек деп қолын сілтебеді, қасындағы сарбаздары кітапты алып кетті. Енді бұл кітап шындығында да осы
мемлекетіміз тәуелсіздік алғаннан кейін осы қазақ халқының барлық рухани құндылықтарын, енді қазақ халқының бар рухани құндылығы ол ардақты асылы тілі ғой. Ғасырлар қойнауында осы рухани құндылығының арқасында, рухани күшінің арқасында азулы араптың, тегеурінді монғолдың, ормандай орыс тілдерінің әсеріне түспей, бүгінде өз төл тумалығын сақтап келді. Ал бүгінде мемлекетіміздің негізгі осы тілге байланысты саясатының бірі ол еліміздің басты нышандарының бірі қазақтың көркем де кестелі тілі. Рухани күнделікті халқымыздың рухани байлығы өз тіліміз. Бұл жалпы мен айтар едім, осы тілі өркендемеген ел еш уақытта ұлттық мемлекет болып салтанат құра алмайды. Тілі өркендемесе, біз қалайша мәңгілік ел бола аламыз. Сондықтан да осы барша қазақстандықтарды ұйытып, жұдырықтай жұмылдыратын негізгі күш ол осы мемлекеттік тіліміз. Қазақ халқының, қазақ жерінің, қазақ елінің нағыз патриотымын деген әрбір ұлт, ұлыс, этнос өкілі өзінің осы жерге, халыққа деген сүйіспеншілігін мемлекеттік тілден бастау керек. 2002-2004 жылдары есінде болса, бірінші Алматыдан келе жатырмын. Біздің үйімізден 2-3 үй әрмен тұратын бір көршіміз баласын 98-ші мектепке алып бара жатыр. Мен бірінші Алматыдан келе жатырмын, кездесіп қалдық. Жанар, айналайын, қайда бара жатырсыңдар деп сұрасам, аға, көріп тұрсыз ғой, бұл 31 август болатын. Мектепке линейкаға. Мен сонда линейкаға алып бара жатырмын дейді. Мен ойладым, біздің көршіміз 100-ші мектеп, қасымызда қазақ мектебі. Ал бұл орыс мектебіне неменеге алып бара жатыр деген бір ой туды. Қасымызда қазақ мектебі емес пе? Орыс мектебінде алысырақ, біріншіден, екіншіден өз тіліміздің оқытатын мектеп емес деп айтып ем. Аға, біз Қордайдан көшіп келгенбіз. Балам сол мекен жайда орыс тілді көршілері көп болған. Бұлар орыс тілін баласы үйреніп апты. Алматыға көшіп келгеннен кейін енді балалармен баласы ойнайды ғой, күніге жылап келеді дейді. Олар қазақ тілінде сөйлесе, бұл бала түсінбей жылап келеді. Сондықтан да осы орыс мектебін алып бара жатырмын дегені ғой. Машинадан шықтым. Жанар, дедім, егер бүгінгі осы қателігіңді жөндемесең, балаңмен бірге өзің де өмірің көз жасыңмен өтеді, дедім. Біраз намысына тидім. Бірнеше минуттай бір өсиеттерімді айттым. Баланың қолынан ұстап, гүліменен машинамның артқы есігіне отырғыздым. Өзі де отырғыздым да, айландырып келіп, 100-ші мектептің алдына алып келдім. Енді шықтық машинадан, келсек, енді бұл август айының соңғы күні ғой, алмай жатыр. Адам толды, үйтті деп. Мен таныстық бердім. Нұр Отан партиясында жұмыс істеп жүргенімде мектептің директорын шақыртқызып алдырдым әйтеуір. Оның кейін бұл сағат 2 мен 3 шамасында болатын. Содан кешке таман келіп тексердім. 98-ші мектепке алып барған жоқ па деп. Жоқ, алып бармапты. Содан жылдар өтті. Осыдан 4-5 жыл бұрын қоңырау шырылдап тұр, алсам, аға, мен Жанармын ғой дейді. Қай Жанар десем, есіңізде ма, мені машинамен алып келіп 100-ші мектепке қойып кеткеніңіз? Дедім. Бүгін көзімді ашсам, балам қолында қазақ әдебиеті тұр. Мама деп тұр ғой енді. Көзімді ашсам,
қазақ әдебиетін көріп, сіз есіме түстіңіз. Сізге бата беріп тұрдым. Бүгін ұлыммен бірге ана тілімді өзімде үйреніп жүрмін. Деген осы кітаптың ішіндегі бір ғана мен сізге тақырыбын айттым. Осындай тақырыптар көп, 90 парағында. Осы 300-ден астам ақысқа түріктерінің қазақ халқына деген құрметі, ылтипаты, қошеметі жүрегінің түбінде бір жылы сезім, меніңше мәңгілікке ұялаған. Ол сезім Асқар Алатаудай алып елдің ұлы бабаларымыздың асылын ұрпағы деп, әлемде халықтар ішіндегі ең үлкен халықтардың бірі, аса қадірлі де қымбатты, таза жүректі, адал ниетті, ақ пейілді, кең етекті, дархандығы даласындай мол дастарханды, қонақ жайлы, рухы биік, беделі күшті қазақ бауырларымыз. Бір ғана мен мысал айтайын, осы лебіздің қалай жүрегіміздің түкпірінде ұялап орын алған. 44-ші жылдың ызғарлы аязы әлі ата-бабаларымыздың есінде, жолдан арып-шарып келген балаларымызға қазақтың аналары ана болды, аталары ата болды. Аузындағы бір жырымнан бөлісіп, үйлеріндегі тапшы киімдерін кигізіп, үйлерінің төрінен орын берді. Қолдарынан келген жақсылықтарын аяған жоқ. Жалпы мен айтар едім, осы 100 мыңдаған, сан мыңдаған қоныс аударған барлық ұлт этнос өкілдерінің сол қиын қыстау, тар жол тайғақ кешу кезінде бұл дүниеден мүлдем жойылып кетпеуі, ұлт ретінде жойылып кетпеуі, бұл қазақ халқының, жаңа мен айтып кеттім ғой, дархандығы, мейірбандығы, жомарттығының арқасында дер едім. Сондықтан да мен ғана емес, Қазақстандағы түрік диаспоралары ғана емес, елімізді қот мекен етіп жүрген барлық ұлт пен ұлыс болсын, этнос өкілдері қазақ халқының тарихына тағзым, өміріне, тағдырына салауат айту әрқайсымыздың қасиетті парызымыз.